ықылассыз амал дейді. Бағанда рухсыз дене сияқты дейді, рухсыз дене секілді дейді. Қажылыққа Алла шақырған адам барады дейді. Ол біреудің ақысын жеп жүріп қажылыққа барып жатыр. Бірінші қажылығы парыз қажылық, қалғандары нәпіл қажылық болып есептеледі. Қарыз алғанша артыңнан жүгіреді. Қарызын алғаннан кейін қажылған адам артынан жүгіресің дейді. Қарсы пікірде тек қана осы дінге қатысты айтады, қажылыққа қатысты айтады. Қарызды шамасы жете тұра қайтармаған кісі зұлым дейді, залым деп айтады. Бұл былайша айтқанда ол ондай адамдардың бала шағасына үлкен сын. Биllahi минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті көрермендер, Сейітжан Қари медиа YouTube каналында кезекті түсірілімізді бастаймыз. Бүгінгі студия қонағы әдеттегідей Сейітжан Қари мешітінің бас имамы Ерсін Қари Әміре Бегайдарұлы. Келесі қонағымыз Әскен Әскерұлы, Триполи университетінің түлегі, Шымкент медресе колледжінің ұстазы, Шымкент қаласы Айқап мешітінің бас имамы. Құрметті ұстаздар, студиямызға қош келдіңіздер. Қош көрдік. Бүгінгі тақырып қажылық маусымының келгеніне орай қажылық және омра деген тақырыпты көтермекпіз. Құрметті Ерсін ұстаз, өзімізге белгілі исламның 5 парызының бірі болған қажылық парызын өтеудің ерекшелігі, жалпы қажылық, омра деген қандай құлшылық, осыған тоқтап кетсеңіз. Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Өзіңіз қазір айтқандай, өзі исламның 5 парызы бар. Соның бірі қасиетті мекенге шамасы жеткен адамның қажылық жасауы. Бұл мұсылманның негізгі 5 парызының бірі болып табылады. Және бұл құлшылықтың дініміздегі орны ерекше. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде шамасы бола тұра қажылық жасамаған адамға қатысты сондай бір ауыр үкімді айтқан. Және сондай-ақ бұл құлшылықтың ерекшелігі, бізде құлшылықтар денемен атқарылатын құлшылықтар, дүниемен атқаратын құлшылықтар болып, және сондай-ақ денемен, дүниемен болып бөлінеді. Мысалы намаз, ораза бұл тек қана денемен атқарылатын құлшылық болса, зекет дүниемен, мал-мүлікпен атқарылатын құлшылық болса, қажылық бұл екеуін біріктіретін құлшылық болып табылады. Бұл жерде яғни адамның өзінің денсаулық жағынан мүмкіндігі болуы және дүние жағынан мүмкіндігі болуы, мұның барлығы сол қажылықтың міндетті болуының шарты болып табылады. Және сондай-ақ бұл құлшылықтың енді сондай қасиетті мекенде, қасиетті уақытта атқарылатындығы, әлемнің түкпір-түкпірінен 100 мыңдаған мұсылмандардың келіп, сол жерде бас қосуы, енді Арафада тұрып дұға жасау, Мина, Муздалифа деген сияқты енді қажылық өзіне қамтыған үкімдер бар ғой. Мұның барлығының енді рухани аурасы дейміз, рухани атмосферасы ерекше. Қанша адамдар сол қажылыққа барып, сол жақта Алла жүрегіне хидаят беріп, тәубе етіп, елге оралғанда бір басқаша өмірді бастап жатады. Тіпті намаз оқымай барып, сол жақтан 5 уақыт намазға тұрып келгеннен кейін мешіттің тұрақты жамағаты болып, сондай бір рухани деңгейге көтеріліп жатқан қажыларды да өмірде көріп жатырмыз. Сол үшін де бұл құлшылықтың жалпы дініміздегі орны ерекше. Ол жерде енді мекеннің қасиеттілігі бар, уақыттың қасиеттілігі бар, және сондай-ақ енді қазір айтып өткендей жан-жақта мұсылмандардың жиналуы, мұның барлығы бір жағынан үлкен оқиға. Кейбір ғұламалар бұны мұсылмандардың әлемдік деңгейде жылына бір өткізетін конференциясы деп атаған.
яғни жан жақтан келіп, сол иннамал муминуна ихуа, мұсылмандар бір-біріне бауыр деген аятты адам ол жақта шынайы түсінеді. Өйткені тілі бөлек, түрі бөлек, түсі бөлек, елі бөлек, бірақ барлығын жинап жатқан бір нәрсе бар. Ол Аллаға деген иманы, сол құлшылықты атқаруға деген ниеті, мұның барлығы осы құлшылықты жалпы ерекше етеді. Және елімізде де қажылар кетіп жатқан кезде арнайы оларды өкілдер, муфтият тарапынан қызметкерлер келіп, бас муфтидің өзі қатысып, шығарып салуы, жалпы ол жақта яғни жауапты бағанағы миссияның болуы, мұның барлығы бұл құлшылықтың қаншалықты күрделі екендігін көрсетеді. Басқа құлшылықтарда яғни ондай бір қатты жауапкершілігі жоқ. Көбінесе жеке адамның өзінің міндеті, мысалы 5 уақыт намаз, ол әрбір адамның жеке міндеті, өзі атқара береді. Ол жерде бір коллективный еш нәрсе жоқ. Зекетте де тура сондай, адам өзі жеке зекетін бере береді уақыт келген кезде. Оразанды өзі тұта береді. Ал енді мынау қажылық деген кезде бұл жерде кәдімгі халықаралық қатынас, біздің елден арнайы сол қажылық миссиясы барып, сол мәселелерді реттеп, бұл жерде кәдімгі дипломатия араласады. Яғни бұл сондай халықаралық деңгейдегі шара болып табылады. Жақсы ұстаз, Алла разы болсын. Әмин, баршамызға. Қажылық исламның 5 парызының бірі. Омара ол кіші қажылық деп атап жатады. Енді осы Әскен ұстаз қажылық жасаудан алдын қажылыққа дайындық шараларын көру керек дейді. Әлбетте. Қандай дайындықтар жасауға болады? Имам Абу Ханифа рахимуллах әдемі айтады, әрбір мұминге әлмул хәл фарыз дейді. Ол дегеніміз, мысалы, әрбір қарапайым кісіге намаз оқу, ораза тұту фарыз. Яғни намаздың үкімдерін, мысалы, намаздың уәжіптерін, намаздың фарыздарын, не нәрсе бұзады, не нәрсе бұзбайды, осыны үйрену әрбір мұсылманға міндет дейді. Дәл солай, мысалы, қажылыққа барудан ниет қылған кісі, одан алдын арнайы гидтермен сабақ өтіп, мынау рүкіндері, мынау уәжіптері, мынау бағанда ихрамда тыйым салынатын нәрселерді үйрену әрбір мұсылманға міндет болады дейді. Өйткені бұл хажылық арнайы, мысалы, намаз секілді рүкіндері бар. Мысалы, үлкен хажылықтың 3 рүкіні бар дейді. Мысалы, ихрам дейді. Ихрамға дегеніміз ақ киім кию емес. Ихрам дегеніміз хажылыққа ниет қылып, ол қазақша болсын, ол арабша болсын. Арабша айту шарт емес. Жүрекпен ниет қылып, және өзі еститін дәрежеде тәлбие айту артынша. Осыны ихрамға кіргенде айтты. Мысалы, намазға салыстырады. Мысалы, намазға ниет қыламыз. Біз мысалы 5 намазға, Аллахым 5 намазға ниет қылдым деп, парыз намазға ниет қылумен біз намазға кірмейміз. Бәлкім тағы да тахрим айтамыз. Аллаху акбар деп. Яғни өзіміз еститін дәрежеде Аллаху акбар деп айтумен намазға кіреміз. Дәл солай ихрам дегеніміз қажылыққа ниет қылуымен, мысалы, кейіне өзіміз еститін дәрежеде тәлбиені айту керек. Солай ол ихрамға кіреді. Ихрам кіреді. Ал одан алдын арнайы 2 киімнен тұратын ақ ихрам киім киеді, сүннет намазын оқиды, кейін қажылыққа ниет қылып тәлбиені айтады. Осы фарыз. Одан кейін тәлбие айту деген. Тәлбие айту болсын көрерменге. Ләббайк Аллахумма ләббайк деген ғой. Оны егер де фақих ғұламалар айтады, арабшаға тіл келмейтін болса, тіпті қазақша айтуға болады. Алланы ұлықтайтын. Мысалы, Аллах ұлы деп айтатын болса, ол ихрамға кіреді деп айтады. Мысалы, осындай рүкіндері бар. Мысалы, хаждың ең үлкен рүкіндері сол әл-хаджу арафа дейді пайғамбарымыз. Хажылық дейміз арафатта тұру дейді. Арафатта тұру дейміз 5 намазының уақытынан басталып таң атқанша, яғни Зулхижжаның 10-ші күніне дейін таң атқанша уақыт жалғасады. Одан кейін тауаф зияра дейді кәдімгі. Айт күндерде жер айналады. Сонысын бәрі фарыздарын, уәжіптерін әрбір мұсылманға қажылыққа баруға ниет қылған кісі осыны үйрену міндет.
Бізде көбінесе бағанда мысалы физикалық дайын болуы мүмкін, бірақ ілім жағынан дайын емес. Сол үшін дайындық аз десек. дайындық аз, өте аз. Қажылыққа бармай тұрып адамдар елде осы қажылықтың Бізде шарттарын көбінесе үйреніп алу керек. бізде көбінесе ұстаз бір нәрсе істеп болғаннан кейін сұрайды да. Мысалы істейді, мысалы шампунмен басын жуады, мысалы ихрам кезінде не болды деп сұрайды, ұстаз үкімі қандай дейді мысалы. Немесе кәдімгі кроссовка киіп алады аяқ, мысалы бұл ханафи мазхабында болмайды оны. Аяқ киім бау байлайтын жері ашық болу керек, мысалы ше. Соны істеп болғаннан кейін сұрайды да. Қазіргі уақытта осы қажылыққа алып баратын арнайы фирмалар қажылық пен умрадан алдын арнайы сабақтар жүргізеді, дайындық сабақтарын. Бірақ соған жұмыс барысымен не болмаса әртүрлі жағдаймен арнайы қажылыққа дайындайтын дәрістерге қатыса алмайтындар көп. Сондықтан сол кісілер жұмыстан уақыт тауып, осы маңызды сабақтарға қатысып, қажылықтың шарттарын біліп алса, өздері үшін жақсы болады. Енді осы жерде тағы бір қоса кететін нәрсе, қажылыққа дайындық қазір Әскен бауырымыз айтқандай, қажылықтың үкімдерін үйренумен қалай дұрыс атқарылады, не бұзады, не істеуге тыйым салынады деген сияқты дүниелерді үйрену керек. Сонымен бірге қосымша тағы рухани дайындық қажет. Яғни оның үлкен сондай ұлы сапарға бара жатқанын сезінуі, оның қаншалықты жауапкершілігі ауыр екендігін сезінуі. Мысалы Икрима радиаллаху анху лаббайк аллахумма лаббайк деп айтқан кезде кәдімгі сарғайып, бозарып, сондай бір ауыр халге түскен. Неге деген кезде, неге бұлай болды, неге бұндай жағдайға түстіңіз, неге бұндай күй кештіңіз деген кезде ол кісі, яғни бұл нәрсенің соншалықты ауыр екендігін сезінгендіктен, жауапкершілігі ауыр екендігін сезінгендіктен осындай жағдайға түстім деген. Лаббайк аллахумма лаббайк деген кезде Алла тағала саған ла лаббайк ва ла саадайк деп айтса, яғни Алла тағала мәне сенің әміріңе құлдық, сенің шақыруыңды қабылдап келе жатырмын деп адам айтады ғой. Лаббайк аллахумма лаббайк сөзінің мағынасы сол. Сол кезде Алла тағала оған сен үйіңде, өзіңнің еліңде менің бұйрығымның барлығын аяқ асты етіп жүрсің, сен қанша адамды мысалы зарлатып, қарзын бермей, айлығын бермей жүрсің, сөйтіп менің алдыма сол тапқан харам табысыңмен келіп тұрсың ба деген сияқты сондай жауап бола ма деген сезіммен әлгіндей жағдайға түстім дейді. Сол үшін де имам Ғазали рахмаулла қатъул алаиқ деген сөзді айтады Ихя улумиддин кітабында. Сол қажылықтың қабыл болуына кедергі болатын дүниелерден арылу. Яғни кетіп бара жатқан кезде біреуді ренжітіп қойған болса, одан кешірім сұрау, адамдардың қарызын қайтару деген сияқты, біреуге қарыз болып жүріп, ол қарызын күнде сұрап жүріп, сөйтіп жүріп қажылық жасау, бұл дұрыс емес. Неге өйткені оның әлгі қажылыққа жұмсап жатқан дүниесінде біреудің ақысы тұр. Ол жерде оның ақшасы негізі адалдан табылған ақша болу керек. Адалдан тапқан ақша болу керек. Және ол ақшада біреулердің ақысы болмау керек. Ол ақша әлгі негізгі отбасына қалдыратын ақшадан артық болу керек. Яғни келгенше үйіндегілер ашығып қалатындай, қиналып қалатындай жағдай болмау керек. Және сондай-ақ үлкен күнәлерден тәубе етуі, ниетін дұрыстауы, яғни мен ниетімді Алла разылығы үшін деп, Алла разылығы үшін осы қажылық міндетімді атқаруға ниеттендім деп, басқа кез келген бөтен пікірлерден, бөтен ниеттерден арылу, мұның барлығы рухани дайындалу болып табылады. Демек бізде бұл жерде екі мәселе бар. Бірі ішкі рухани дайындалу, екіншісі сол қажылық дұрыс атқарылу үшін нені білу керек, сол мәселелерді үйрену. Неге өйткені кез келген іске кіретін кезде, басқа уақытта саған ол міндетті болмауы мүмкін, бірақ сенің басыңа түскен кезде соны білу міндетті болады. Мысалы, сауда саттықтың үкімі қарапайым мұсылманға ол міндетті емес, егер сауда саттықпен айналыспайтын болса.
ал бірақ сонымен айналысатын болса, базарға кіретін болса, Омар радиаллаху анху айтқандай, адал арамның бағанағы өсімнің үкімін білмеген адам біздің базарымызға жақындамасын деген. Неге? Өйткені ол білмейтін болса, қаласа да қаламаса да ертең процентке тағы да басқа да тыйым салынған сауданың түріне түсіп қалады, соны істеп қояды деді. Сол сияқты бұл жерде де сол енді басқа уақытта оған қажылықтың үкімін білу міндетті болған жоқ, ал бірақ енді қажылыққа баратын кезде оған үкімдерін үйрену міндетті болады. Міндетті болады, сол үшін оған қалай да болса уақыт тауып үйрену керек. Енді күндіз жарайды, ол мешітке барып әлгі арнайы сол компаниялардағы ұстаздардың сабағына қатыса алмайтын шығар, бірақ кітаптар бар үйрететін, арнайы дәрістер бар жазылған. Қазір енді мәлімет іздеу жеңілдетілген заман ғой, сол үшін ешқандай адамда білмей баруға не жоқ, ешқандай өзір жоқ. Ол соны үйреніп біліп бару керек. Жақсы ұстаз. Хадисте иман, ислам, ихсан туралы айтылады. Кей адамдар болады екен, қажылықта серуендеп, ел көріп, қайтайын деп, өзінің қаражатынан не болмаса жаңағы ұл қыздарының немесе өзгенің сыйлаған қажылық сертификатымен умра қажылыққа барып қайтады. Бірақ ол оның парыздығын түсініп тұрған жоқ қой. Екінші біреулер бар, тек фихи жағын ғана амалдарын орындайды, яғни қажылықтың үкімдерін, бірақ өзіңіз айтпақшы руханият жағына көп мән бере бермейді. Сондықтан хадисте айтылғандай қажылықтың парыз екендігіне иманмен шынайы сеніп және фиқи үкімдерді жетік меңгеріп, шамасы келгенше қосымша ихсан іліммен, яғни Алла тағаланың көріп тұрғанындай ықыласпен қажылығын атқарып қайтса, иншалла нұр үстіне нұр болады. Бұл енді қазіргі заманның бір дерті ғой. Көбінесе біз сыртқы үкімдерге мән береміз. Ол тек қана қажылықта емес, сол намаздан бастап, намазда да, оразада да, зекетте де, бәрінде біз тек қана сол фиқи үкімдермен шектеліп қаламыз. Сол қолды қалай көтеру керек, қай жерге байлану керек, қалай сәжде жасау керек, қалай руку жасау керек деген сияқты соған мән береміз де, бірақ сол намазда тұрған кезде мен қандай жағдайда тұрмын, қандай халде тұрмын, мен қандай сезімде болуым керек намазым қабыл болу үшін. Біздің намазымыз көбінесе тәніміз михрабта, тәніміз мешітте, жанымыз базарда, дүниелік проблемамызда деген сияқты. Бұл да яғни негізі сол құлшылықтың ішкі әдебіне, ішкі жағдайына мән бермеу. Оразада да тура сондай. Таңнан кешке дейін тағамнан тыйыламыз, ішу жеуден, төсек қатынасынан тыйыламыз, бірақ өсегімізді айтып жүре береміз, ғайбатымызды айтып жүре береміз, немесе бағанағы уақытымызды зая кетіріп пайдасыз дүниелермен айналысамыз. Зекеттің де бағанағы ішкі әдептері бар, имамдарымыз кітаптарында айтып кеткен, оларға мән бермейміз, тек қана сол фиқи үкімдерге мән береміз. Сол себепті біздің құлшылықтарымыз бізге тиісті деңгейде өзінің әсерін бермейді. Намаз жамандықтан тыю керек, тыймайды. Неге? Өйткені біз ішкі жағдайына мән беріп жатқан жоқпыз, ішкі үкімдеріне. Зекеттің де тура сондай, қажылықтың да тура сондай. Сонымен ол тек қана бағанағы тәннің құлшылығына айналып қалады да, жанның құлшылығы болмай қалады. Сол үшін оның адамға көп әсері болмайды. Яғни ислам мен ихсаны қатар жүру керек. Иә. Имам Ғазали рахимахуллах осында керемет айтады, ықылас жайында. Адамды ықыласты болу үшін үш нәрседен өту керек дейді. Бірінші, амалды бастаудан алдын оны мен Алланың ризалығы үшін істеп жатырмын деу керек. О деген амалды бастап кететін болса, бәріне жаман ойлармен күресу керек дейді. Одан кейін сол құлшылықты бітіргеннен кейін сол құлшылықты жасырын күйде сақтап қалу керек дейді. Сол үшін бағана ұстазым айтқандай, бұл жерде былай айтқанда ішкі жан дүние бар, сыртқы амалдар бар. Шейх Ибн Атауилла Сакандари айтады, ықылассыз амал дейді, бағанда рухсыз дене сияқты дейді, рухсыз дене секілді дейді. Мысалы, денеде рух болмаса,
дененің пайдасы жоқ, мәйт болады ғой. Дәл солай құлшылықты ықыласпен орындайтын болсақ, негізгі Алла Тағала бізге бұйырған нәрсе осы. Имам Ғазали рахмалла керемет мысал айтады. Негізі біз намазға кіреміз ғой, Аллаху акбар деп айтқан уақытта такбир тахрима, осында біз Алла Тағаланы еске аламыз дейді. Көрмесе қалған уақыттарда Алланы еске алмайсың дейді. Бұның мысалы дейді, бана адам тек қана рухы бар, жаны бар, сөйлей алмайды дейді. Соған ұқсайды дейді. Сол сияқты Алла сақтасын, барынша хажылықта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі хажылықта барар кезде өзі дұға еткен: Аллахумма хажаттан ла рия фиха ва ла сум'a дейді. Аллахым, хажылықты ешбір риясыз, атақсыз орындауға нәсіп ет деп өзі дұға еткен да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Не үшін? Бізге үйрету үшін, үмбетіне үйрету үшін. Әлбетте бұл жерде нәпсінде үлесі болып қалуы мүмкін да. Жақсы түсінікті ұстаз, Алла разы болсын. Тек қана фиқи үкіммен шектелмей, руханиятында ұстанайық. Енді бізде көпшілігі дайындық жасағанда арнайы қажылық киімдерін аламыз, қарызымыз болса қарызымызды қайтарамыз, не болмаса қарыз алған кісімен белгілі уақытта созу келісімін жасап, бала шағамызбен, ағайынымызбен қоштасып, қажылыққа барып қайырласып кетеміз. Бірақ шариғи ілім жағын көп ескере бермейтініміз рас. Сондықтан енді қарызы бар кісі қажылыққа баруға бола ма деген халықтың арасында көп туындайтын сұрақтың бірі. Қажылық жалпы бізде, біздің фиқ ғұламаларында пікірі құл ақысы бірінші тұрады дейді. Өйткені Алла Тағала біздің құлшылығымызға мұқтаж емес деп айтады. Сол үшін егер де біз қарыз болсақ, бірінші әдеп оның алдынан өту керек дейді ғұламалар. Яғни мен қарызын кештіруге бола ма, мен қажылыққа барамын деген секілді. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, мынау мазлумның дуасы кері қайтарылмайды дейді. Егер біз оны рұқсат сұрамай өзіміз құлшылық қылатын болсақ, Арафатта дуа қыламыз: Аллахым, мен күнәмді кешір деп, ал қарыз берген кісі мынау оңбаған деп бізге қарсы дұға етуі мүмкін да. Сол үшін сәйкес келмейді. Бәркім одан рұқсат сұрап қарызды кешіру. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, хадис бар, қарызды шамасы жете тұра қайтармаған кісі зұлым дейді, залым деп айтады. Залым кісі. Матыл ғани зұлмун дейді. Яғни шамасы жете тұра қарызды кештіру ол құл ақысына кірген болады дейді. Көрдіңіз бе? Сол үшін алдын ала оның алдынан өтіп рұқсат сұраған жақсы. Енді қажылық амалында жүріп, умрада жүріп, не болмаса белгілі бір қажыға барған мұсылмандар, сол жерде жүрген ұстаздардан, не болмаса жаңағы осы қажылыққа жауапты кісілерден өзге қажыларды көрген кезде айтқандар болған екен да: ұстаз, мына кісі маған қомақты сома қарыз еді, бірақ қажылықта жүр ғой дейді да, қарызымды қайтармады деп. Соны қарыз берген кісімен келісіп, қарызын ұзарта тұр, мен қажылыққа барып келейін деп қажылық жасаса, умра жасаса бола ма ұстаз? Негізі бұл жерде ол нәрсені жасауға болады, егер келгеннен кейін қайтаратын қаражаты болса. Енді Құдай өзі жеткізеді, әйтеуір бір нәрсе қылармын деп соқыр тәуекелмен қолында қаражатын қажылыққа жұмсап, енді оны келгеннен кейін, мысалы алдына келіп тұр, жалынып тұр, ол қиналып, енді бір Құдайдың жолынан тосқан сияқты болмайын деп жарайды деп келісуі мүмкін. Бірақ келгеннен кейін ол адамда қайтаратын ақша бар ма, жоқ па? Мысалы, ода әйтеуір аймай түсіп тұратын ақшасы бар. Ол осы айда беру керек еді, түскен ақшасына қажылыққа барып келсем бола ма? Келгеннен кейін, мысалы, келесі айда тағы да түсетін ақшам бар еді, немесе тұрақты айлығы бар деген сияқты, саудан бар, содан түскен ақшадан беремін деп, ода сондай бір кіріс көзі болса, онда рұқсат алып баруына болады. Ал бірақ әйтеуір қанша жылдар бойы жинап тергенін қажылыққа жұмсай жіберетін болса, өзі жұмыссыз отыр, мысалы, өзі жұмыссыз отыр, немесе оның табысы күнделікті бала шағасының тамағынан артылмайды. Мысалы, бір аз айлыққа жұмыс істеп жүрген адам,
айына ком услугасына, тамағына, жегеніне, ішкеніне кетеді. Ол мына жақта анау адамға қарыз, жинаған қаражатын қажылыққа жұмсап жіберетін болса, ол келгеннен кейін тағы да анау адамның ақысын қанша уақыт кешіктіреді. Сол үшін бұл жерде қарау керек. Мен келгеннен кейін оны жаба аламын ба, жаба алмаймын ба деген сияқты сол жағын ескеру керек. Енді біреудің есебінен барып жатса, ол адам айтса, мен саған ниеттендім, сені қажылыққа алып барсам деп, немесе бірге барайық деп төлеп жатса, бірге барғанын қалаймын деп, ол кезде баруына болады. Ол неге? Өйткені ол біреудің ақысынан барып жатқан жоқ та, басқа біреудің, спонсорлық дейді ғой, біреудің спонсорлығымен барып жатса, ол кезде не қылуына болады, бағана бара беруіне болады. Және сондай-ақ егер мысалы қарызын әлгі келісілген болса, бөліп төлейтін қарыз, оның бағанағы әр айда түсіп тұратын ақшасы бар, немесе сол сияқты бағанағы мысалы бір ай алдын қарыз алды, бір жылдан кейін қайтарамын деді. Яғни қарыздың уақыты келген жоқ. Сондай жағдайлар болса баруына болады. Ал бірақ ол қарызымды қайтар деп сұрап жүргенде қанша уақыт болды. Оны жиналып қалған кішкене ақшасы бар. Оны жұмсап жіберетін болса, басқа ақшасы жоқ. Ондай кезде ондай тәуекелге баруына болмайды. Жақсы ұстаз, енді қажылыққа Алла шақырған адам барады дейді. Осы сөзді естіген, жалпы мені қазірге дейін Құдай шақырмай жүр ғой, яғни Алла шақырып тұрған жоқ шығар деп, қажылыққа барып келетін қаражаты болса да, денсаулығы болса да, бас бостандығы да бар. Бармай жүргендер бар қажылық. Енді ұстаз сұрақ, қажылыққа баруға қаражат жеткен кезде, қажылыққа бармай уақытты созып жүрсе, сол кісіге күнә жазыла ма, күнә бола ма бұл? Әлбетте, бұл Хидая кітабына келтіреді. Бізде усул фиқхте Құдрат Мумаккинамен бекітілген қажылық. Яғни былай дейді, кімде-кім қажылық айларында артық дүниесі болса, осыны тағы түсіндіріп кетейін, артық дүниесі болса деген мәселе ғой. Мысалы, нафақаның артық дүниесі қаражат болса, немесе оның 2-3 жері болуы мүмкін. Мысалы, өзінің қажетті нәрселер бар бізде, үй, көлік, бұл қажетті нәрселер. Және қажетсіз артық дүниелері болатын болса, мысалы 2 жері бар. Сол жерді сатып қажылыққа бару тиіс дейді. Өйткені ода артық дүниесі бар. Міне осындай артық дүниесі болған кісіге дейді, қажылық, имам Абу Юсуф рахмалла пікірі бойынша алел фаур дейді. Шамасы жеткеннен бастап сол жылдан кешіктірмей қажылыққа бару керек дейді. Егер де ол қажылыққа бармайтын болса, қажылыққа бармағандығы үшін күнә алады дейді. Яғни тез жауап бермеген үшін. Енді мысалы Құдрат Мумаккин деп айттық қой, егер де мысалы айлардан кейін ақша жоғалып кететін болса, тіпті табиғи апатпен жоғалып кетті, бір ұрлап кетті ше, оның мойнында бәрі қажылық міндет болады деп айтады. Тіпті енді жыл ақшасы болмаса, бәрібір де оған қажылық өтеу керек болады. Ақшасы болмаса да, олар не істейді? Онда жазады, өсиет жазады балдарына. Мен қажылыққа шамам жетті, бірақ бармадым, ақша жоғалып кетті. Сөйтіп өсиет жазып, егерде дүниесінен бағанда 3-тен 1 бөлігі жететін болса, онда оның балдары әкесінің орнына қажылыққа бару жасау керек болады. Яғни қажылыққа баратын дүниесі болған кезде, сол жылы оған қажылық жасау парыз. Кешіктіретін болса күнә болады. Бірақ имам Мұхаммед рахмалла пікір бойынша аля тарахи дейді. Кешіктіруге болады дейді. Көріңіз, екі түрлі пікір бар. Бірақ біздің жалпы шариғатымызда көбінесе құлшылықты тез орындаған жақсы дейді. Өйткені біз білмейміз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ихтаним хаятака қабля маутик дейді. Өлім келмей тұрып, бағанда өмірдің қадірін біледі. Ғинака қабля фақрик дейді. Кедейлік келместен бұрын байлықтың қадірін біл дейді. Біз білмейміз. Мүмкін ол ақша құртылып кетуі мүмкін. Және бір жылда бір рет орындалатын нәрсе ғой енді.
мысалы ол өтемейтін, өмірде бір рет орындалады. Ол кейінге қалдыратын болса, өлім келіп қалуы мүмкін дейді да. Ал бір жылда бір рет ол өлім келуі мүмкін көбінесе. Сонымен сол үшін егер өліп кететін болса, онда келісім түрде қажылыққа шамашы жете тұрып бармаған болып, енді күнәнің үстінде қайтыс болады дейді. Енді бізде қажылық өмірде бір рет жасау парыз деген хабар бойынша, енді уақыт сәті келгенде барам ғой деп кейінге қалдыра беретініміз көп қой. Бұл жерде айтылып жатқан нәрсе, яғни қажылық парыз бола тұра, парыз болды ғой енді, дүниесі жетті, артық дүниесі бар. Сол кезде атқармайтын болса, ол кейін қайтадан кедей болып қалса да, мысалы қайтадан саудасы жүрмей қалды, инфляция болды деген сияқты, ана дүниесі құртылып кетсе деген, яғни ол дүние қолында жоқ. Бірақ бәрібір мойында қажылық парыз болып қала береді. Яғни оның мойында парыз болып қалады. Осы жылы парыз еді, бармады, келесі жылы кедей болып қалды, болды, қайтадан мойнынан түсіп қалды деген нәрсе жоқ. Неге? Өйткені ол мүмкіндігі бар кезде бару керек еді. Енді бір зәру жағдай болып тұрса, сондай бір қиын жағдай болып тұрса, ол кезде бармауына рұқсат. Бірақ ондай шариғат рұқсат ететін жағдай болмаса қалуға, ондай кезде оған бару міндетті болады. Одан кейін бағанағы сөзіңізді айтып кеттіңіз, ол өзі қажылықта жүр, бірақ пәленшеге қарыз, түгеншеге қарыз деген сияқты. Егер ол кісі разы болмаса, онда оның қажылығы қабыл болмайды. Қажылық қабыл болмайды. Неге? Өйткені ол біреудің ақысын жеп жүріп қажылыққа барып жатыр. Біреудің ақысы болып тұрған кезде сен оны басқа нәрсеге жұмсай алмайсың, дүниеңді басқа нәрсеге жұмсай алмайсың. Неге? Өйткені сен оның қарызын беруің керек. Мысалы, бір адамға қарыз, артынан зарлап бағанағы енді алатын кезде адамдар солай ғой, бір ойбай деп келіп, соңғы сөзін айтып алады да, алып алғаннан кейін қарызың сұраған кезде сен өзің біртүрлі болып тұрасың, сен бір кінәлі сияқты да, не болды соншама, өлдің бақшадан деп, енді ол саған ұрсады, өлдің бақшадан береміз ғой деген сияқты, сен біртүрлі болып, мына жақта мысалы сен ол ақшаға мұқтажсың, ол қажылыққа барады, ол шетелге қыдырады, тіпті барып қымбат ресторандарға барып тамақ жеп ақша шашуына рұқсат жоқ. Неге? Өйткені ол ақшада біреудің ақысы тұр. Тек қана сен бағанағы негізгі қажеттіліктерің, үйіңде жейтін тамағың, бала-шағаңа деген сияқты. Артық роскошқа, ресторанға барып тамақ жеу, сен тіпті бағанағы таксиде жүрмей, автобуста жүр. Қалған ақшаны сол қарызыңды қайтаруға жина. Бұл жерде енді бағана кәдімгідей 3 миллион, 4 миллион төлеп қажылыққа бару деген, мына жақта адам жүр, сенен қарызын ала алмай, бұл дұрыс емес. Енді бұл сөз, енді сіз айтып тұрсыз ғой, әдеп жүзінде дұрыс емес деп тұрсыз да. Бірақ фиқи жүзінде ол солай қарыз алып, қарызын қайтармай өтейтін болса, қажылық фиқ тұрғысынан өркендері орындалды ғой. Қажылық өтеледі фиқ тұрғысынан. Енді ендігі жыл қажылық енді бару шарт емес та, оған парыз түседі мойнынан. Бірақ бұл жерде құл ақысына кіргендіктен сауабы сол тараптан жоқ деп жатыр да ұстаз бұл жерде. Бұл жерде мойнынан түседі. Мойнынан түседі. Ал бірақ енді солай адамдардың ақысын жеп жүріп, оны жасаған құлшылығы Құдайдың алдында қабыл болды деп айту, енді ол қиын нәрсе. Ол не сияқты ғой, бағанағы мысалы бізде біреуден тартып алған жерде намаз оқитын болса, ол намазы мойнынан түседі дейді. Бірақ ол күнәһар болады дейді. Біреудің жерінде намаз. Мысалы біреуден немесе біреудің киімін тартып алған киімін деген, немесе біреуден ұрлап алған сумен дәрет алып деген сияқты. Оның намазы мойнынан түседі, бірақ ол Құдайдың алдында күнәһар болады да. Сауабы мойнынан түсу деген нәрсе бар. Мысалы, бір адам намазын оқыды. Есіл дертінің бәрі дүниеде. Намазда тұрғанын, мысалы, сезініп те тұрған жоқ. Әйтеуір оқыды. Ол адамның мойнынан түседі. Біз оған
сенің намазың мойныңнан түспеді, қарыз болып қалды, қайтадан оқы деп айтпаймыз. Бірақ енді ол намаз Құдайдың алдында қабыл ма деген мәселе енді үлкен бұл жерде сұрақ тұр да. Біз енді қабыл болған жоқ деп жаңағы үзілді кесілді айта алмаймыз. Бірақ қабыл болуында үлкен бұл жерде сұрақ белгісі бар. Сол үшін де хадисте келеді ғой. Бір адам көп сапарда жүреді дейді. Ютилу сафар деп келеді хадисте. Шархын қарасаң, қасиетті мекендерге көп сапар шегеді дейді. Яғни ол қайта-қайта умраға барады, қажылыққа барады. Қолын жайып дұға қылады дейді сонда. Уа Раббым, Раббым деп. Бірақ оның ішкені харам, жегені харам, тапқаны харам, дұғасы қайдан қабыл болсын дейді. Сондай мәселе да бұл жерде. Сенің мойныңда қанша адамның ақысы тұр. Мысалы, біреу квартирасын төлей алмай жүр. Сен оның айлығын бермей кетіп алдың да қажылыққа кетіп қалдың. Сол ақшаны қажылыққа жұмсап жүрсің. Бірақ мына жақта қанша адамның ақысын жеп жатырсың. Сол үшін де бағана Әскен ұстаз айтқандай, құлдың ақысы бірінші тұрады. Қарыз алғанша артыңнан жүгіреді. Қарызың алғаннан кейін қарыз адам артынан жүгіресің дейді. Иә. Қарызын беріп, сондықтан құрметті қарыз алғандар деп айтқандар, қайтарып, қажылыққа қарызсыз барыңыздар. Ұстаз, эфирді пайдаланып аттарын атап, пәленше түгеншелер деп не айтып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шахидтер түсін түстемей ақ қояйық. Тіпті шахид мысалы Алла Тағала күнәсін кешіреді, тек қана қарыздан басқасы дейді. Субханалла. Құл ақысы. Алла Тағала Имам Базар рахмаулла былай дейді. Пенде мен Алланың арасында күнәлар дейді, кешірілуге жақын дейді. Ал пенделердің арасында күнәлар сарандыққа негізделген дейді. Өйткені Алла Тағала әділ еспен алады дейді пенделердің арасын ше. Қиын бұл мәселе. Бағана пайғамбарымыз муфлис деген кім деген сұрақ қойды ғой. Шыңға ұшырағандар кімдер деген болды. Пайғамбарымыз сахабалар айтады, дүниесі жоқ, кәсібі жоқ деп. Жоқ, ондай емес дейді. Мен үмбетім намазбен келеді, зекетпен, оразамен келеді дейді. Соның қызық хадистің жалғасын бәрі құл ақысы ше. Намаз оқыған, ораза тұтқан, зекетін берген, кейін дейді, қозафа хәза дейді. Біреудің ар намысына тіл тигізген. Сафака дима хәза, біреудің қанын төккен дейді. Сараққа мәлі хәза, біреудің малын несін ұрлаған дейді. Субханалла. Дораба хәза, біреуді ұрған дейді. Бәрі құл ақысы да. Сөйтіп оның не? Былай айтқанда бүкіл намаз оқығанын сауабын, ораза тұтқан сауабын, тіпті қажылықтың жасаған сауабын береді. Үлестіріп береді. Дүниеде аламаса да ақиретте Алла Тағала оған сауабын алып береді. Сауап қалмаса күнәсі арқалайды соны. Ұстаз, қажылыққа барып келген, умраға барып келген қажылар келер жолы да бірнеше мәрте өзінің адал ақшасына баратындар бар. Солардың қажылығы қалай болады? Бір барғаннан кейін қайта қажылыққа бармаған абзал ма, жоқ әлде өзінің адал ақшасы болса, ниеті болса, ықыласы болса, бара беруге рұқсат па? Бұл жағдайда ұстаз негізінде адам жағдайына қарап айту керек секілді. Мысалы, бір кісілердің мешітте, уағызында уақыты болмайды. Дәріс алуға жұмыс басты да. Осында бір жылда бір рет рухани сапарға барып, қажылыққа барып, иманы артуы мүмкін. Кәдімгі күнәдан тыйылуы мүмкін. Сол себеп бұл. Сондай кісілерге біз айта аламыз. Бұл қайта-қайта қажылықты орындасасын, нәфіл болады. Нәфіл деген жақсы, енді қосымша құлшылық. Арафатта дұға етеді. Әлде кейбір кісілер болуы мүмкін, ешқандай өзгеріс жоқ. Мысалы, барып біледі, өзгеріс жоқ. Рухани пайда алмайтындар болуы мүмкін. Сондай біз айтамыз. Жалпы Шейх Ибн Абдул Сакандир осыны керемет айтады. Бұл жерде былай сұрақ қояды. Мынау қажылыққа, нәфіл қажылыққа жұмсаған ақшаны, егер осыны міскінге берсең, ешкімге айтпай, сол ақшаны бере аласың ба дейді. Мәселе осы ғой. Өйткені бұл жер нәпсінің үлесі қосып кетуі мүмкін да. Әр жылда қажылыққа баратын болса, оны қажы мақтауы мүмкін. Пятикратный, шестикратный, семикратный деген сияқты. Егер ол жасырын садақа бере алатын болса, онда жақсы. Егер бере алмайтын болса, сол ақшаны қажылыққа жұмсау оған оңай келсе, жеңіл келсе, ол жерде бір нәпсінің үлесі бар дейді. Халық арасында қайта-қайта қажылыққа бара бергенше
сол бармағандарды жібермей ма, Иә. өзі барып келді ғой деген. Иә, жағдайға қарап деп айтылады деп ойлаймын. Иә, Негізі сондай біреулерге көзқарастар айтады. мұқтаж, қайта біреулеріне жоқ, ол ақшаны керісінше төмен бағанда шәкірттерге, немесе міскіндерге, немесе ағайын туысқандарға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, ағайын туысқандарға садақа бер, 2 сауап дейді. Бірінші сен садақаны мойнына түседі, зекет берсін, мысалы болады. Иә. Екінші туыстық қарым қатынасты жалғау бар дейді бұл жерде. Осыған мән беру керек деп ойлаймын. Мысалы ағайын туысқандар болуы мүмкін, шынайы мұқтаж, көмекке мұқтаж. Соларға бірінші қаралу енді жақсырақ деп ойлаймын негізінде. Өйткені туысқан ағайындар ол жақын болғандықтан бізде мысалы хадис бар пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Көршің кәфір болса, сен бір ақың бар дейді. Ол көршің болған үшін. Енді ол кісі мұсылман болатын болса, 2 ақын бар. Көршің және мұсылман болған үшін. Егер сол көршің туысқан болса, 3 ақын болады. Яғни былай дейді. Сізге жақын болған сайын ақылар көбейеді. Сонда егер туысқандар, ағайындар көмекке мұқтаж болатын болса, қосымша қажылықтың орнына соларға көмектескен жақсы деп ойлаймын. Бірақ та ол жалпылай үкім емес, жалпы жағдайға қарап айтылады деп ойлаймын өзім. Бірақ ықыласта адал ақшасы болса, Иә, қайта баруына рұқсат болады, иә. Енді бұл жерде кейбір ғұламалар осы мәселелерді қозғап кеткен. Бірінші қажылығы парыз қажылық, қалғандары нәпіл қажылық болып есептеледі. Енді негізгі парыздардан кейін қандай амал абзал деген кезде кейбір ғұламалардың айтқан сөзі бар. Ан-наф'ул мутаадди дейді, яғни басқаға пайдасы тиетін жақсылық. Басқаға пайдасы тиетін жақсылық. Бағанағы сен сол ақшаны біреуге көмектесуге жұмсай аласың ба? Мысалы, үйлене алмай жүрген бауырың бар. Бұл жерде қоса кететін мәселе, өзі кейде адамдар осы Алла жолында жұмсалған ақшаны көріп қалады да, ал бірақ басқасын көрмейді. Неге пәленше жылда Түркияға барып демалады? Неге пәленше жылда барып Мальдивқа барып демалады деп ешкім айтпайды. Ал бірақ неге жылда қажылыққа бара береді дейді. Енді қарайтын болсаң, бір жағынан бұл әлгі адамды шайтан түртіп тұр, дінге деген жақтырмауы, ішкі сезімі да. Сол себепті осындай неге осылар құрбан шалатын уақыт келсе, құрбандыққа қатысты бір қарсы пікір айтады. Ораза келсе, оразада ойбай ол оқушылар неге үйтеді, ол ораза тұтқан адам ертең жұмысын қалай істейді, қажылыққа келсе, неге олар қайта-қайта қажылыққа бара береді, арабтарды байытып деп осындай сөздерді айтатындар бар да. Кейде әлгіндей неге жылда қажылыққа барады деген сөз осындай адамдардан шығады. Арабтарды байытып атсыңдар дейді ғой ұстаз. Ақшаларыңды сол жаққа құйып атсыңдар деп, қажылыққа барған кезде. Ол Европаға қыдырып барған кезде Европаға сол жаққа құяды. Одан кейін бұл жерде енді белгілі бір жақсы, белгілі бір пайданы сол ел көріп жатыр. Ал бірақ қанша қажылық компанияларды соның арқасында күнін көріп отыр ғой. Ол жерде мысалы директоры өзіміздің елдің азаматы, ол жерде гидтері елдің азаматы, соның арқасында мысалы бағанағы жарайды бір авиакомпания, әуе компаниясы дейміз ба, бағанағы Саудиянікі шығар. Ал бірақ оның жанында 2 авиакомпания, Қазақстанныкі ғой алып барып жатқан. Олар да пайда көріп жатыр ғой. Біз бұл жерде барып 100% бәрін тек қана әлгі Саудия көріп жатыр деп ешкім айта алмайды. Бірақ тура сол сияқты нәрсе. Европаға қыдырып барған адам Европаға барғанда ақшасын жұмсап жатыр, визасына төлеп жатыр. Мысалы бағанағы Америкаға виза алам деп пәленбай ақшаны төлеп, собеседование өте алмай қалған кезде ақшасы қайтпайды. Оған неге ешкім еш нәрсе деп жатқан жоқ. Мысалы мен өзім собеседованиеға барған кезде сол виза алуға қанша адам бар. Барлығы да ақша төлеген. Бірақ саған отказ келген кезде ақшаң кері қайтпайды. Мысалы неге оған біреу қарсы пікір айтып жатқан жоқ. Қарсы пікірді тек қана осы дінге қатысты айтады, қажылыққа қатысты айтады.
ол сенің ақшаңды алып барып жатыр ма, ол біреудің ақшасын ұрлап барып жатыр ма? Жоқ, өзінің адал тапқан ақшасына барып жатыр. Бұл бірінші мәселе, айта кететін мәселе. Енді екінші мәселе, кейбір ғұламалар фиқл әуләуият деген мәселені көтереді. Фиқл әуләуият деген, яғни приоритет дейді орысша, маңыздырақ нәрсе деген сияқты. Маңыздырақ нәрсе. Енді сен қажылығыңды атқарып қайттың, одан кейін сол ақшаға мұқтаж елде бір адам болатын болса, жағдай болатын болса, соған жұмсағаны абзал болады дейді. Мысалы, елде бір жағдай болып жатыр, қаражатты талап ететін, немесе туысқанның арасында қазір әскен бауырымыз айтқандай, сол ақшаға мұқтаж болып тұрған адам бар. Сен соны Алла разылығы үшін ниет етіп беретін болсаң, Алла тағала саған қажылықтың сауабын береді. Қажылықтың сауабын береді. Біреудің үйленуіне көмектес, біреудің үйлі болуына көмектес, біреудің кәсібінің аяққа тұрып кетуіне көмектес, бір шәкірттің оқу ақысын төлеп бер, мысал ретінде, бір медресенің қаражатын, бағанағы қажетін өтеп бер. Оның да сауабы мол, және Алла тағала иншалла саған, Алла тағала, мен қажылыққа баруды ниеттеніп едім, бірақ осындай мұқтажырақ болған адамдар тұр, мен соларға жұмсадым, егер сол жағдай болмағанда қажылыққа барар едім деп дұға етсең, Алла тағала сенің шынайы ниетін көріп тұр, саған сол қажылықтың сауабын иншалла береді. Ал енді бірақ оған да мысалы жұмсап жүрген адамдар бар. Білеміз, кәсіпкерлер бар, әйтеуір ай сайын көмектесіп тұратын адамдар бар. Мешіт медреселер көмектеседі, жетімдерге көмектеседі, біреулердің үйлі болуына көмектеседі. Ол о жағын да былайша айтқанда атқарып жүрді. Енді сонымен бірге жылда қажылыққа барса, сол қажылықтан бір керемет әсер алып қайтатын болса, барсын, тауып жатыр ақшасын, елге де көмектесіп жатыр, өзінің де рухани жағдайын реттейді, не проблема бар ода тұрған. Алла қабыл етсін бастысы. Қанша Европаға барады, Таиландқа барады, түрлі ауру жұқпалы, ауру жұқтырып келетіндер бар. Мысалы, елге зиянды ол ше. Ол да мысалы теңіз жағасына барып демалады десеңші. Енді ол жерде мысалы қажылыққа баратын болса, адам дұрысталады, мысалы арақты тастай алмауы мүмкін. Сол қажылыққа барып, емделуі мүмкін, рухани тәрбие алуы мүмкін. Немесе Европаға баратын болса, түрлі ол жерде лудоманиямен ауру жұқтырып алуы мүмкін. Мысалы, түрлі жаман мінездерді өздеріне жұқтырып алуы мүмкін да. Жүрегіне фитна кіріп кетуі мүмкін да. Ол да бір мынау қажылық сапары мен туризм сапарын енді екеуінің салыстыру жер мен көктей деп ойлаймын ше. Қажылықта үйден шыққаннан қайтқаннан кейін Алланың жолында болсын. Алланың жолын күнәні кешіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кім қажылықты орындайтын болса, ешкімді боқтамаса, ешкімді сөкпесе, тартыспаса дейді. Ол анасына туылғандай пәк болып келеді дейді. Мысалы, ал енді Европаға сапарға барсаң, ондай нәрсе хадис жоқ, олай айтылмаған. Мысалы, керісінше ол өзіне зиян алады. Өйткені мысалы әйелмен баруы мүмкін, оның әйелдері бағанда басқа бір батыстарын, әдет ғұрыптарын бұзылған нәрселерді көріп, жүрегіне әртүрлі фитна көруі мүмкін ше. Біреулердің бағанда әртүрлі жаман мінездерін жұқтырып алуы мүмкін да. Ұстаз, қажылыққа баратын адамға қойылатын шарттар ер кісілерге және әйел кісілерге қандай шарттар бар? Енді жалпы кез келген адам мүкәлләф болу үшін, яғни оған бірінші шариғат жүктелуі үшін, оның ақыл есі дұрыс, балиғат жасына жеткен мұсылман болуы қажет. Шариғаттың үкімдері оған міндетті болу үшін. Ал енді тура сол бағанағы орындау міндет болу үшін, Құранда Алла тағала айтқандай, «Мән истатаъ илейхи сабила», кімнің шамасы келсе дейді. Шамасы келу не деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам «Әз-заду ва-рахила» деген сөзді айтқан, яғни жол азығы және көлік дейді. Қазір енді жол азығы және көлік деген мәселе жоқ қой. Қазір компанияға ақшаң төлейсің, соның ішіне бәрі кіреді, тамағы да кіреді, көлігі де кіреді деген сияқты. Мына жақта үйіңде тарығып қалмайтындай қаражаттың болуы
ол енді шарт болып табылады. Неге өйткені үйіңдегілер мына жақта сен кеткен кезде ашығып қалмайтындай, тарығып қиналып қалмайтындай болуы керек. Одан кейін бас бостандығы, жолдың Иә. қауіпсіздігі иә деген. бас бостандығы дегенде, яғни бұл жерде енді қазіргі заманда бұл мәселе жоқ. Ол сол замандағы бағана құлдарға қатысты мәселе. Неге өйткені құлдың мәселесі қожайынның қалауында, ал сол үшін де бағанағы әл-хуррия деп келеді, бас бостандығы деп. Бас бостандығы деген яғни құл болмау деген мағынаны білдіреді. Қазіргі уақытта кейбіреулер бас бостандығы дегенді намаздың парыз болуына сендердің бас бостандықтарың жоқ деп құлға қияс жасап жатыр ғой. Енді құлға қияс жасалмайды, басқа нәрсе, мысалы оның жұмысынан сұрануына болады, отпуск алуына болады деген сияқты. Сол үшін де бұл жерде нақты яғни құлдық мәселесі айтылады. Және одан кейін енді әскери қызметте болатын болса, енді соған сол нәрсеге жатқызуға болады, егер босай алмайтын болса деген сияқты. Әскери қызметте жүрген кезде тағы да басқа да сондай бір елдің қауіпсіздігіне қатысты бір мәселеде болатын болса, сол уақытта босай алмайтын болса, онда ол да яғни оған шурутул әда дейді ғой, атқаруға міндет болуына кедергі болатын, мауания, тосқауыл болатын дүниелерден болып табылады. Ал енді әйел адамға қатысты тағы қосымша махрамның болуы деген шарт бар. Қазіргі қоғамда актуалды тақырып. Иә. болып жатқан мәселе. Яғни махрамсыз әйел адамның умраға немесе қажылыққа баруына болмайды. Енді умра мәселесінде умра міндетті емес. Ол нәпіл құлшылық. Сол үшін де ол жерде ешқандай талас жоқ. Ал енді қажылық мәселесіне келгенде парыз қажылығы деп айтылады. Нәпіл қажылық емес. Мысалы, екінші қажылық ол нәпіл қажылық, үшінші қажылық нәпіл қажылық. Ол жерде де яғни болады деген мәселе жоқ. Бұл жерде тек қана парыз қажылығын өтеуге егер жол қауіпсіздігі болса, жандағы адамдар деген сияқты жан-жақты қауіпсіздік мәселелері қарастырылған болса, баруына болады деген басқа мазхабтарда көзқарас бар, бірақ біздің мазхабта ол көзқарас жоқ. Енді бұл жерде жасы үлкен, мысалы апаларға, әжелерге қатысты басқа мазхабтарда үкімді қарастыру бар бізде, жалпы діни басқармада, пәтуада, пәтуа бөлімінде. Ал бірақ жас қыздарға, келіншектерге рұқсат жоқ. Тек қана махраммен бару. Бұл мәселені жалпы өмірде көрдік. Мысалы қажылыққа барған кезде, умраға барсын, қажылыққа барсын, егер жанында оның мысалы әкесі болмаса, ағасы болмаса, әйтеуір соның қызметінде болатын жігіттер көбейіп кетеді, әйтеуір. Қырындап деген сияқты. Қырындап қояды десеңізші. Иә, арасында қырындап қояды, өзінің қай жерде жүргенін ұмытып кетеді деген сияқты. Сондай мәселелерді өмірде көрдік. Адамдар анасынан қатты аяқ тартпайды екен бәрібір, әйел адам болғаннан кейін. Егер ол жерде мысалы әкесі болса, ағасы болса деген сияқты, ол кезде аяқ тартады. Сол үшін де ешқандай қауіпсіздік жоқ қой, бәрі дұрыс қой, не үшін бара беруіне болмайды, пәленше мынандай деді пәтуа берген, түгенше мынандай пәтуа берген деп кейбір қазір әйел ұстаздар айтып жүр ғой, ол дұрыс емес. Неге өйткені бәрібір тәжірибеде, өмірде көрдік, ол жерде басқа да осындай дүниелер бар екен. Сол үшін де парыз қажылықтың өзінде де жас қыз әйелдерге, қыз келіншектерге махрамсыз баруына мүлдем болмайды. Ал енді жас үлкен адамдарға қатысты басқа мазхабтардағы жеңілдіктерді қарастыратын жағдайлар болады. Бізде пәтуа бөлімі оның пәтуасын өзі
беріп жатады. Әдетте былай барып жатқандарды да көріп жатырмыз. Енді ол жерде мынау жас қыз келіншектерге қатысты туындайтын дүние туындамайды. Әйтеуір әже, апа деп әйтеуір басқалар көмектесіп жүреді. Бірақ негізінде жас үлкен адамның жанында өзінің бір жанашыр туысқаны болғаны дұрыс. Қызмет етіп жанында жүретін. Иә, бұны да қоса айта кету керек. Неге? Өйткені енді бұны әлгі ол адамның атқаруы міндетті болады деген мәселеге қосуға да болады. Кейде, мысалы, кейбіреулер, мен әкемді қажылыққа жібердім, анамды қажылыққа жібердім дейді. Мысалы, әкесі зорға жүр, немесе жүре алмайды, немесе бағана коляскада жүр, оны компанияға қосып жібере салады. Барғаннан кейін ол жақта ол басқа адамдарға жүк болады кәдімгідей. Ауырып қалатыны бар, анау итереді, мынау итереді, шаршайды. Адамдар өздері еркін құлшылығын жасағысы келеді. Сен мына жақта үйіңде жатырсың, ой, мен әкемді қажылыққа жібердім, анамды қажылыққа жібердім деп. Не үшін жібересің өзін? Бар, бірге бар, қызметінде өзің бол, коляскасын өзің итер, ауырып қалса жанында өзің бол. Қанша сондай жағдайларды көреміз, кәдімгідей басқаларға жүк болып кісілер жүреді да. Бұл, былайша айтқанда, ол ондай адамдардың бала шағасына үлкен сын. Ата-анаңа жақсылық жасағың келе ме? Онда жанында бірге өзің бар, болмаса ақшасын төлеп жанына, мен барып кел деп, ақшасын төлеп адам қосып жібер. Оны бағанағы көпшілікке салмақ қылып қосып жіберуге болмайды. Дұрыс емес ол нәрсе. Ол басқаның ақысына кересің, басқаның құлшылығына кедергі жасайсың деген сияқты. Оның чемоданын көтеріп жүреді, оның бағанағы зәм-зәмін алып жүреді, оның өзін итеріп жүру деген сияқты. Ол құлшылығын жасай ма, қария кісінің қызметінде бола ма? Мысалы, сол бір адам үшін бірнеше адам әуре болып қалып жатады. Сол үшін де осы жағында ескеру қажет. Енді қария кісі болғаннан кейін дәрі ішетіні бар, жылы су ішетін, ыстық шай ішетіні бар, оның бәрін қызметінде болу керек. Ұстаз, енді махрам дегеннен шығады. Махрама болып барғанмен, ол сол әйел кісіге, күйеуі болсын, ағасы болсын, әкесі болсын, жолда да, қажылық рәсімдерінде де өзіне мен еріп барған әйел кісіге ие болу деген де мәселе туындайды осы жерде, ұстаз. Ол махраммен барын деп барады, жаңа қыз бала ағасымен ба, сөйтіп ана жаққа жетіп алғаннан кейін өзі Кағбаға барып келе береді, өзі жаңағы дүкендер аралап кетеді мысалға. Ол жерден ер кісілер болғаннан кейін әртүрлі көз түсуі мүмкін, қауіптер туындауы мүмкін. Енді бұл жерде ол бір жағдайға байланысты, егер оны шарт етіп жатпасақ, былай негізі фиқхи тұрғыдан оны шарт ете алмайсың. Неге? Өйткені негізі бағанағы хадисте келгендей, Аллаға және қияметке иман келтіретін әйелге 3 күндік 3 түндік жерге махрамсыз сапарға шығуына болмайды деді. Бұл жерде 3 күндік 3 түндік деген, яғни бағанағы масафату сафар деп, немесе масафатул қасыр деп айтылады, яғни сапарға шығуына болмайды дейді. Ал мысалы әйел адам сол өзінің тұрғылықты жерінде өзінің қажеттіліктеріне шығып, егер қауіпсіздік болатын болса, бағанағы егер бір жерде жұмыс істейтін болса, жұмысына барып келуі, дүкенге барып бір зат алып келуі, басқа деген сияқты нәрсеге шариғатымыз рұқсат береді. Бұл жерде мәселе, яғни әлгі сапарға шығу. Сапар деген енді оның өзінің бағана ара қашықтығы бар ғой. Сондай бағана ара қашықтыққа махрамсыз шығуына болмайды. Ал енді ол жаққа жетіп алғаннан кейін қаланың ішінде шығып қайтуына шариғат тұрғысынан рұқсат негізі. Одан кейін кейде мысалы харамға барады, тауаф жасағысы келеді. Ер адам мысалы кіріп кетіп тауаф жасай алмайды Каабаның төңірегінде, ол екінші этажға кетеді деген сияқты. Әйел адам мысалы киімі, оған арнайы ихрам киім талап етілмейді ғой, сол үшін ол
кіріп кете алады да әлгі Каабаның төңірегінде тауаф жасай алады. Енді бұл жерде екінші мәселе туындайды. Егер умрада болмаса, арнайы қажылықта болмаса, қалай былай кіріп жасауына бола ма, болмай ма? Енді ер адамдарға қатысты қазір қойылып жатыр ғой. Мысалы умрада емес, Каабаның төңірегінде тауаф жасағысы келді. Ихрам киіп барса. Ихрам киіп алады, ішінде іш киімі бар деген сияқты, сөйтіп барып атқаруына бола ма деген мәселе бар ғой енді. Ол әйел адамға да қатысты көтерілетін мәселе. Мысалы ол ихрам халінде емес, умра жасап жатқан жоқ, кіріп кетіп тауаф жасауына бола ма бірінші этажда былайша айтқанда, немесе 0-ші этаж дейміз ғой, олардың несімен алатын болсақ, сол Каабаның төңірегінде жасауына бола ма деген мәселе бар. Енді жасауға болады деген көзқараспен алатын болсақ, ол кіріп кетіп жасай береді. Ол жерде де бөліну керек болады. Сол үшін де, яғни ол жақта да тура таңертең кешке дейін 24 сағат жанында жүру керек, ие болып жүру керек деген сияқты шартты қою кішкене кейде қиындық тудырады. Сонда да сақтық жасау керек десеңізші. Әлбетте. Тауаф қылғанда қатты кептелістің ішіне түсіп қалатындар бар да. Ер кісілердің арасына әйел кісілер тауафта. Сол жағы. Соны бағана айтып кеттік қой, бір жағдайға байланысты бұл мәселені қарастыруға болады. Алла разы болсын ұстаз. Енді біз қажылыққа дейінгі мәселелерді айттық. Осынша минут